Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз медовик тортын пісіретін боламыз. Қайнап тұрған суға бал салынған ыдысты қоямыз, яғни водяная баняда ерітеміз. Үстіне ас содасын салып араластырамыз. Отты барынша ашып қоямыз, суымыз қайнап тұру керек. Біз тек ерітіп қана қоймай, масымыз көпіріп белгілі бір түс шыққанға дейін араластырып тұрамыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін достар, содан қарасаңыздар болады. Міне байқасаңыздар, осындай әдемі түс шығып келе жатыр. Маған өзіме осы түс ұнайды. Егер де бұдан да қою түс керек десеңіздер, отта тұра берсін. Өзіңіз белгілі бір түс шығарғаннан кейін отты сөндіріп, үстіне сары май саламыз. Сары майымыз үйдің температурасында болған жақсы. Ерітіп аламыз. Жұмыртқамызға қант салып, қантымыз ерігенше араластырып соғамын. Мөтімізді, масымызды, яғни үстіне құямыз. Ыссы болады, бірақ ештеңе етпейді, жұмыртқа пісіп кетеді деп қорықпаймыз. Араластырып жібереміз де ұн саламыз. Ұнды екі бөлікке бөліп саламыз. Бірінші бір бөлігін салып алып араластырамыз. Сосын екінші бөлігін салып тағы да араластырамыз. Түйіршік қалмайтындай араластырамыз. Достар, бұл массадан 2 торт шығаруға болады. Яғни 9 корж шығады. Біздің тортымызға 5 корж жарайды. Мен қазір тек 5 корж пісіретін боламын. Қалғанын ыдысқа салып тоңазытқышқа қойып қоямын. Ол 3 аптаға дейін тұрады. Пергамент қағазының үстіне 2 қасық саламыз. Үстіне ұн сеуіп, қолмен басу арқылы қамырымызды жаямыз. Ұн көп болса да ештеңе етпейді, ол керегін өзіне сіңіріп алады да, қалғаны сол үстінде қалады. Соған қарамастан коржымыз жұмсақ болып шығады. Тағы біреуін солай істейміз. Үстіне ұн себеміз. Қолмен басу арқылы қамырымызды жаямыз. Өзіңізге керекті көлемге дейін осылай басып жайып аламыз. 180 градуста 7 минут пен 10 минут арасында пісіреміз. Әркім өзінің пешіне қарай. Пісіп шыққаннан кейін ыссы күйінде төңкеріп пергамент қағазын алып тастаймыз да кесіп аламыз. Мен де формамен кесіп алдым, немесе үстіне тарелке қойып, пышақпен айналдырып кесіп алсаңыздар да болады. Артығын алып тастаймыз. Коржымыз дайын, жұмсақ, үстіндегі ұнын қағып жібереміз. Енді креміне салқын сливки және сгущенка қажет. Екеуі де салқын болу керек. Сгущенканың барлығын қоспаймыз, тек қана жартысын саламыз, тең жартысын саламыз. Миксердің көмегімен орташа жылдамдықта миксерлейміз. Массамыз дайын болды. Пломбирный крем деп аталады. Дәмі өте нәзік, өз-өзін ұстап тұрады массасы. Коржығымыз дайын. Артық коржықты мен блендерға салып ұнтақтап алдым. Немесе оқтаудың көмегімен ұнтақтап алуға да болады. Енді тортымызды жинаймыз. Мен кольцоға жинадым. 2 қасық саламыз кремнен. Сол жетеді. 2 қасық
Барлығын осылай жасап шығамыз. Мен 5 коржиктан жасап жатырмын, достар. Достар, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жасауды ұмытпаңыздар. Бетін тегістеп, артығын жан-жағына жағамыз. Қазір барлығын тегістеп жағып шығатын боламыз. Жасап көріңіздер, достар, өте нәзік, тәп-тәтті торт шығады. Тортымызды бір қолмен ұстап тұрып, екінші қолмен ұнтағымызды жағамыз. Артығын үлкен саусағымыздың көмегімен алып тастаймыз. Мен ортасын ашық қалдырып жатырмын. Барлығын ұнтақпен жауып шықсаңыздар да болады. Мен әрлеймін, сондықтан ортасын ашық қалдырып жатырмын. Клубникамен әрлеп шығамын. Достар, жасап көріңіздер, жасап жатсаңыздар ас болсын.